Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай ерекше дәмді дастарханның көркін ашатын шпинатный рулет съемкамен жасайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен шпинатты дайындап алатын боламыз. Ол бізде өте лас болып келеді, сондықтан шпинаттың үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, 10 минуттай салып қоятын боламыз сол суға. Осы арада біз жұмыртқаны ағынан сарысына ажыратып алатын боламыз. Торт жасайтын қыздар біледі, қалай ажыратуды. Ағына сарысынан мүлдем түсіп кетпеу керек. Сарысыны мен бірден блендерге сала бердім. Осылай жақсылап ажыратып алатын боламыз. Міне біз шпинаттың суын бәрін төгіп тастадым. Сосын осылай сығып, суының бәрін кетіріп, блендерімізге салатын боламыз. Енді блендерде осы жұмыртқаның сарысымен шпинатты араластырып алатын боламыз. Сосын жұмыртқаның ағыны көпіртілетін боламыз. Миксердің көмегімен шым-шым тұз саламыз оған. Миксердің көмегімен бірінші жай жылдамдықпен, сосын жылдамдығыны көбейтіп, көпіртіреміз. Бізде қатты өзінің формасын ұстайтын маса дайын болу керек. Міне осындай маса дайын болды бізде. Өзінің формасын ұстайтын қатты. Сосын осы массамызға енді біз шпинатный массаны қосуымыз керек. Бірақ ең алдымен біз шпинатный массамызға ұн мен разрыхлитель қосып, тағы да бір араластырып алатын боламыз. Міне ұн салдық, разрыхлитель. Оны блендердің көмегімен тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді біз осы массаны жұмыртқаның ағына қосатын боламыз. Оны қосып, сосын бәрін жақсылап біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Оны осылай астынан үстіне қарай жайлап араластыратын боламыз. Қатты араластырып жібермейміз. Енді осы біздің дайын бисквитімізді пергамент қағаз салынған листімізге жайып шығамыз. Менде листтің формасы 30-ға 33. Сіздерде кішкене үлкендеу болса, ештеңе етпейді. Бисквиттеріңіз кішкене жұқалау шығатын болады. Осылай бір тегістеп жайып шығамыз. Бізде осы уақытта пешіміз қызып тұрған болу керек, 180 градуста. Қызып тұрған пешімізге 10 минуттар шамасында пісіріп алатын боламыз. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар, шпажканың көмегімен тексеріп, бисквитіміздің піскенін алатын боламыз. Міне бізде шыққан дайын болған бисквитіміз, оны осылай тағы бір пергамент қағаздың көмегімен ажыратып алатын боламыз қағазынан. Қай жағының түсі әдемі болса, соны сырт жағына қалдырып орайтын боламыз. Осылай пергамент қағаздың көмегімен жақсылап орап шығамыз. Осы арада біз рулеттің ішіне салатын съемка балығымызды дайындап аламыз. Оның осылай терісін алып тастаймыз, жұқалап осылай турап шығатын боламыз. Қанша салу ол өз еріктеріңізде. Съемка балығыны көбірек салсаңыздар да болады. Суыған бисквитімізді міне осылай ашамыз. Сосын ішіне творожный сыр жағып шығатын боламыз. Менде осындай коллег творожный сыры.
соны жайлап барлық жеріне бір тегістеп жайып шығатын боламыз. Барлық осы рулетке қажетті заттарды видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Енді осы семга балығымызды теріп шығатын боламыз. Мен 2 қатар етіп осылай теремін. Сіздер өз еркілеріңізге қарай одан да көбірек терсеңіздер болады. Осы бас жағына осылай 2 қатар терсеңіздер, рулеттің ортасында қызыл балық болып өте әдемі шығатын болады. Енді осы рулетімізді қысып барып орайтын боламыз. Бос орап қоюға болмайды, өйткені бос орап қойсаңыздар, оны кескен кезде аралары ашылып, бір-біріне жабыспай қалуы мүмкін. Сондықтан пергамент қағаздың көмегімен қолымызбен қысып барып, жақсылап арасында бос орын қалдырмай орайтын боламыз. Оралған рулетімізді пищевая пленкаға не болмаса фольга қағазына орап, морозильникке 2 сағатқа, не болмаса холодильникте 1 түнге қалдыратын боламыз. Мұздап тұрған рулетті кессеңіздер оңай кесіледі. Жұмсақ кезінде жақсы кесілмей қалуы мүмкін. Холодильникте тұрған рулет өзі ішіне творожный сырлары сіңіп, бір-біріне жабысып, өте дәмді болып шығады. Сіздерге осы рулетті дайындап көруді кеңес беремін. Өте ерекше дәмді болып шығады. Басқа да еттермен, рулеттермен араластырып қойсаңыздар, өте әдемі болып дастарханның көркін келтіреді. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.